Надо быть полным всех, чтобы это делать. Я вам честно скажу, Фильм, у вас с головой очень плохо. Правда? А я не знал. Хорошо, теперь готовьте рейса. Сейчас? Сейчас. Не дождетесь, я прыгать не буду. Я вас сам подожду. Фотографирую. Готовьте рейса. Чем вы собрались фотографировать? Смейте, чем вы с вами? Я не понял. Ты куда? Спокойно. Не бойся, я сам приеду. Я же как раз Кызлар, выключите звук, пожалуйста. Bittimi bizning kishlar? Kızlar, hayırlı günler. Barınızga da hayırlı dilер. Всем привет. Эдегез камераларны кушыйк әле. Барыгызга Дубайдан сәлем. Күрәсез, без монда сезнең кубогыгызның наставнигы белән дә рядышком утырдык. Әтәс, включайте по возможности, пожалуйста, видеоларны. Кем рольдә, кем эштә, кем нәрсә, кем нишли. Всем привет, барыгызга да. Кая безнең монда лидер кызлар, звездалар, кая безнең монда бриллиантлар. Кайбер мастерлар, мастерилар тоже үзләре дә югай бит. Безнең запись барамы? Смотрите, кызлар. Нәрсә әйтәсе килә. Безнең инде общеструктурный зум ясалды, который для всех әйбит. Включите, пожалуйста, видеолар, тагын хотя бы берничә кеше. По-любому бит инде бөтен кешенең прям шундый не состояние түгел, чтобы видеода кушмаслык шулай бит. Смотрите. Кемдер офиста утыра бигрәк, офиста кибеттә. Молодцы. Безнең инде шушы Дубайдан эмоциялар, нәрсәләр, алар безнең булды эмоциональный зумда. Шулай бит фазыфа структурасына булган без кичә килгән прямой эфирга чыктык. Бик күп яңалыкларны инде үзегез дә ишетеп барасыз. Нәрсә әйтәсе килә. Без монда менә кичә эфирда да әйттем, кемнәр эфирны карый алды, бит кемнәр карый алмады, мин моны тагын бер тапкыр кабатлыйм. Шуннан да менә без бу школага килеп нәрсә аңладык. Мин әйтәм, что без бу школада повторение дип да, бу школада яңадан яңа фишкалар, бик күп яңа лидерлар, һәрберсе үз опыты белән зелитсә, ләкин шуны әйтәсе килә, то что безнең структурада да кеше структура юк икән. Бу нәрсәдән гыйбарәт, то есть моның результаты нәрсәдән тора? Бу вышестоящий наставникларның берничә шагка алдан күреп баруы. Например, беренче обучение көнне безнең әйбит инде менә монда булганнан гына әйтәм инде. Беренче обучение көнне безнең мондайрак ситуация булды. Срау бирәләр, бер тема бирәләр, например, 36 стель по 12 человек.
36 шундай круг инде. И бір тема берелер. И шушы темаға һәрбір кеше үзенең идеясын әйтә. Например, продаж. Как можно увеличить продажи, личный объем? И һәр 12 кеше үзенең неләрен яза, идеяларын яза да бумажкага. Шушы бумажкага һәрбір кеше үзенең идеяларын сала. Нәрсә диясе килә? До такой степени кайбер лидерларда, кайбер структураларда шуның кадәр ничи безнең әле кичә бүгенгә килгән 200-та, например, башында булган аларның лидерлары шушы сүзне әйтә. Когда безнең новичоклар инде моннан давным-давно белә. Или анда безнең общий структура, например, без бит беләсез, доставкаларны оформляем, оформлять итеп без аны пандемия вакытында эшкә куйдык та бу доставканы. Хәзер инде безнең, если честно, безгә ул доставка бармы? Бар инде бу доставка, да, безнең өчен гадәти нәрсә. А бар шундый структуралар, как можно, например, увеличить товарооборот танда или продажи дигәндә, точно, можно организовать доставку диләр. Алар өчен теге ниндидер, вау, точно, да, диләр. Проекты же еще можно, и вот так же еще можно. Когда без аларны эшләп, инструментлар безгә бу гадәти нәрсә кебек, понимаете? И шундый бик смешно даже, что мындай нәрсә булды тоже, вот сүзара сүз битендә общаешься бит, алар белән и бик күп лидерлардан ишетергә туры килде. Узган елны комьюнитида сөйләшеп, день рождения компанияда сөйләшеп, үзара лидерлар арасында сөйләшеп, Реза Наиловна дан булар сырлар икән. Реза, вот как ты работаешь? Скажи свои секреты, скажи свои фишки. Реза Наиловна рекомендации биргән бит инде, шушы Резаның рекомендациясы белән кайтып эшләп, мен сезгә бер лидерны гына әйтәм. Ул вакытта мен даже сфоткала. Товарообороты булганның 1800 миллион. PV, миллион PV зур лидер инде ул. Резана и ноябрьдән менә бүгенге в течение года, әле годта үтмәгән бит, ноябрьгә кадәр әле үзең 2 ай бар, 10 ай эчендә товарооборотын 1800 миллион 800 PV-дан 4 миллион 300 PV-га кадәр күтәргән. Представляете? Меңгенә түгел, мин даже телләрем бәйләнә, миллион PV, вы понимаете просто? И бу нәрсә, бу нәрсә дип үзе үк безгә даже зур квалификация, ДТ5 клуб Минерфанда, какой 4-й ступени мал Коршунов. Үзе шуны әйтеп тора. Миллион 800 PV-дан 4 миллион 300 PV-га күтәрелде ди, Резиданың фишкасы белән ди. Бу фишка беләсезме нәрсә? Марафон Пятизумов. То, что без, оказывается, зумнар вообще иштырмыбыз икән ди. Менә бу марафон Пятизумовлар турында, зумнарның безнең бит инде 70-лар өчен бер зум, 90-лар өчен бер зум. Ә без әйтәбез, оф, зум да зум. Шушы зумны дөрес итеп эшенә подключать ителгән структурның товарообороты менә даже шул Коршуновның товарообороты ничә миллионга үскән бер ел эчендә. То есть алар чем-то занимаются, чем-то работают. Ләкин как-то они поднимают на хайпе нәрсәме. Безнең булган менә ул структуралар белән безнең структура нәрсә белән аерыла. Менә сез карап барасыз, башка лидерларны, башка структураларны беләсезме нәрсә? Безнең командада бар стратегия. Безнең командада технический эшләр моментлар бик күп. Безнең команданың фундаменты ныклы. Безнең командада маркетинг планы яхшы беләләр. Безнең командада система работы ныклы беләләр. Череда зумов, система событий, у нас все есть. Беләсезме, безнең командага җитми только борзость. Җитми борзость, уверенность, әзрәк кенә менә шундый нәрсә җитми. И ялчанлык, ой, яхшы түгел бит инде, ой, теге, ой, бу, понимаете, әгәр дә менә шушы бөтен булган белемебезгә плюс еще тагын борзость һәм әзрәк кенә кыюлык истәсәк, беләсезме, нинди товарооборотлар күтәрелер иде. И беләсезме, менә тагын да шундый нәрсә бар, бик күп примерлар. Бер ел эчендә ДС школасы бит инде, ДСлар школасы бик күп количествога күбәйде. Әле бу килә алган кешеләр белән әле килә алмаганнар бик күбәйде. 200 килмәгәннәр бит. Арткан 200-дән артык, бер ел эчендә 200-дән артык ДС арткан. То есть бу ел килдек 500, значит без теге елны ноябрьдә килгән булганбыз 300 бриллиант. Турция вакытында. Бу нәрсәне аңлата. Бу опять-таки безнең теге негативлар әйткән, никому не нужный продуктның до такой степени
востребованы екенін аңлата, то, что система іші дегенін аңлата, дублицирование іші дегенін аңлата, понимаете? Потому что бір ел ішінде 200 бриллиант, 200 ДС арту, бик көп шындай примерлар. Теге еліне мен келген едім, например, 60 мың PV білен, бұл еліне мен келдім 250 мың PV білен. Понимаете, бір ел ішінде ғадиген анда ДС болғандар, келгенler, алар ДТ4, ДТ5, лидерский советқа кіргенler, алар, понимаете? Просто теге еліне ДС болып келгенler. Бұл бик көп міне тағын біздің структурада бик көп шындай нәрсе комплекс. Ой, мен русша сөйлей білмеймін, ой, мен публикаға сөйлей білмеймін, понимаете? Опять-таки тағын ұшыл өзімнің не шығып айтам примердан, біздің 12 кішіге бөлдік деп айттым, бұл 12 кішіге структурны бөлмәділер. Қыздар, включите, пожалуйста, видеоларыңызды. Шынды жайсыз вообще бірінен, исем фамилияға қарап отырсыз. Тем более ноутбуктан сөйлешкенде бүтін кішінің көрінек видеолары прям абсолютно. Қойшығызын, пожалуйста, видеоларыңызды. Сіз бетіне можете просто видеоны қошып отырырға. Потому что өзіңіз алып барырсыз Zoom айбет, и бірде көңілі болмас, когда мен амды қора нәрселерге қарап сөйлегенде. Смотрите, стілде отырабыз бетенде, айбет, что айырдылар. Просто чисто случайно, сен бір номер аласына барып отырасың, бізде өзіңнің структурами алсу біләз. Электің фасывы наставник білен, и қалғанында қазақлар хам Украина, біз Татарстан, қазақ хам Украина структурасы білен болдық. И шында екі қыз, мен анда yazып береміз деп айттым, өзі біздің идеяларымызды жазып береміз деп, екі қызыбыз вообще yazмай, нишлеп yazмай дейбіз. Алар русша yazа білмейлер. Но алар ДС, ДТ квалификациясында, алар просто русша yazа білмейлер, қыздар, понимаете? Алар только на казахском, только қазақша, на бизнес дезер. И когда біз айтамыз, ой, русша білмеймін, мен русша сөйлей білмеймін, тегісі мұнысы, ладно, Еврар, нені тілді айбат ішлейсің, что у тебя хорошо получается, мен шул тілдегіне әндіріп сөйлеш, шул тілдегіне әндіріп алып бар бизнесіңні. Анлайсың ма? Аларға рус тілі не то, что сөйлешу, а рус тілінде, просто өз фикіріңні бір тутырып яза біліп, даже хата білен болса да, бит, аларға не помешало это закрывать ДС, ДТ, зор квалификациялар именно мында Дубайға келерге. Бұл нәрсені аңлата, ол комплексны алып атырға керек. Кешеде міне Гүлнұр деген Турциядан, Қазақстаннан бір лекциялады, ДС болып келдім дедім ол. ДС болып келгендігі еліне айбет комьюнитиға бұл елін ол келді. ДТ5, ДТ4 лидерский советта. Ол бір кеше шығып бізге өзінің темасын, өзінің фишкасын берді. Мен сізге қазір үшінші схеманың ғына айтам, дальше продолжит Азат, анасының өзінің рекомендациялары білін. Мен нәрсе предлагаю, өзімді шушыны ұшырға болдым, потому что, естественно, школда болған бүтін инструментні, бүтін ұқуны біз сізге беріп бітіреміз деген сөз түгіл, әйбет. То есть біз аны біз башта қабыл етеміз, через себя пропускаем, қаядыр түзетмелер кіртеміз, где-то что-то убираем, где-то что-то добавляем. Мен сізге бүгін просто өзіңізге, әрбіріңізге шындай схема түзірге предлагаттым. Ол қыз мені былай деп сөйледі, әйбет. Ол схеманы обучениеда отырған бүтін кіші купил. Все, да, точно, я тоже так сделаю деген. Ол ғадати схема, ғадати таблица, ләкин шушы таблица нендедір бір кішке ие. Ол просто может визуально қараудыр. Біз бетінде башта өзіміздің, өз башымызда, өзіміздің квалификацияларымыздың, өзіміздің объемларымыздың бұлдырабыз. Например, мен хочу у меня шушынды ЛО, хочу шушынды групповой объем, хочу шушынды квалификация. Дейін айтабыз біз өзімізді әйбет. Ләкин біздің ол айту, нешіктір мені айттым, ол біздің сөздегіне қала әйбет. Кәм нешіктір біз аны шынға ашырмайбыз. Мені қазір Гүлнұр мысылау әйбет. Мен де келдім, наставник мені шақырды, мен келдім, и нешіктір менің гүл квалификацияны бірі. И бұл мені бесетте башады де. И мен тұттым да өзім таблет тіздім де. То есть, например, 12 айға тіздім де. 12 айға. Мен сізге қазір предлагаю 12 айға тізімес, до конца декабря тіздерге. Бұл ел ағарына қадар. До конца года тіздерге таблица. Просто тізігіз таблица 12 толстовстып середен янымда, 12 керек түгіл біздің қазір. Нәрсе біздің неше ай қалып барам? Давайте февраль қадар на день рождения компании. Біз әлі сентябрь. Сентябрьны обязательно сізінде өз алдығызда тұрға дейсіз. Сіздің сентябрь әйбет, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. 6 айға мен сізге таблицтерге предлагаю. Хамшышы 6 айны сіз даже, кімдер біздің давно ішлей бет, сіз можете
ул таблицаны давлайныңызға кіріп, әзірек 1-2 айны артқарақ қалдырып та нетірге. Ненде сіздің өсіш? Личный объем өскенме сіздің, первый линияғыз өскенме сіздің, групповойғыз өскенме сіздің и на сколько процентов. Тем самым сізні әзірек будет напрягать. У кого будет рост, сіз өзіңізге молодец деп айташексіз. Әкімдер біздің команда шул. Бірінші айда мастер, екінші айда мастер, үшінші айда мастер, төртінші айда мастер. Хотя біз ішлейбіз шул ішіне әйбет, ләкин біздің личный объем артмай 200 біздің групповой артмай 750-ден, біздің команда первой линии не расширяется. То есть бұл біздің әзірек кіна тонус саттатыр үшін әзірек кіна контрольда өзі біздің самоконтроль деп атала, өзі біздің контрольда тұтыр үшін мені деген таблица. Демек, мен өзімде, обязательно, потому что мен өзімде бывает такое, то, что расслабленный вақытлар, чтобы өзімді четко холодильникқа іліп қойып, чтобы күнде менің көз алдымда тұрды, Розилия, бүгін шынды число, бізге келесі үстірі керек, товарооборот, например, сентябрьға қоямыз өзі біздің запланированный ЛО, и квалификация, доход, һәм цель. Нәрсе үшін керек сізге бұл цель, міне сіздің цель, сіз өзіңіздің целіңіз, сізді мотивировать етеді. Сентябрь, октябрьға личный объем сіз сколько планируете? Ненде квалификация, һәм ненде цель сіздің анда, сіздің цель анда күтіп тұр. Әгер сіздің өсішіңіз екен, 3 ай подряд, все, значит, где-то что-то не то делаете. Әлбетте, міне сіздің өзіңіздің целіңіз, міне Гүлнұр тоже айтты. Мен 4-ші айға планировала, дейдім ол, ДС дейді. У меня каким-то чудо образом получился это ДС. Вот каким-то чудо образом менің ол ДС барлыққа келді. 10-ші айға дейдім ол. 10-ші айға просто так қойдым дейді. То есть цель на 12 месяцев. Сізге ай сайын yazып бармайсыз. Аха, сентябрьні бітірем де, анар октябрь yazам, октябрьні бітіреш ноябрь yazам түгіл. Бүгін отырып на 6 месяцев. Бүгін отырып. Тізедігіз октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Все, сентябрьда мен уже ішлем маған, например, вот примерно айтайын, условно, сентябрь яздығыз 500 PVLO, мен анда кімдер қарап айтайын, например, вот Ильмира бірінші, Ильмира примерно яза, мен сентябрьда планирую 500 PVLO, квалификация 1С, цель келесі айға. Мен планирую 500 PVLO, просто айтайын, квалификация, например, DS, все. Анансың айға, то есть сіздің уже өзіңіздің қойылған мақсатыңыз шушы бумажкада болсын. Мұнда түгіл, әйттім де ұныттым, хамнаставникті әйттім де ұныттым түгіл, обязательно сіздің көз алдыңызда болсын шушы схема бойынша іштәрге керек, шушы схемадан арта қалмасқа керек. Түгі, пустостов болмас үшін, понимаете, это наш бизнес, и біз аны өзіміз цель қойып ішлегендігіне, біз можем аңа дальше стремиться. Так, қазір Азат Құсберім, сен бар ма айтыр сөзің? Мен айтыр сөзім, мен барысында шынында айтып бітірдің. Это то, что мен без... Привет всем, кстати, сен шмәдім. Барығызға да қайырлы күннер. Соңында мен шынында өзіме де нәрсе алдым. Мен бұл мектепте бірінші тапқыр, мен Розилияның айтыр сөзлері көп, мен бірінші тапқыр мектепте. Һәм бұл действительно іш, имында екінші түрді ойлау, білесіз ме? Біздің ең біріншісі без планирования, біздің бара, ай пошло как пошло. Біздің әлі не то, что групповой ғына, әлі даже личный объемнада біз шулай планировать. Планирование үстеп етем. Һәм енді міне қызлар, егетлер бар мекен, yok тұрмында қызлар, борзыз керек. Қорықмасқа, білгеніңізді сөйлерге. Міне қойсығына, міне бұл атылда, пішмақ сайын өзлерінің командалары білен ішлейлер, әрбірсіне кіріп отырып қарасаң, бүтін жерде сөйлейлер интернет. Инстаграм, работа в Инстаграм, работа в соцсети. Потому что соцсетида ішлеген кішілерінің, аларының даже уже не только міне қазір структурадан шығып етем, только деген мүслим мақтаныш менделер қазан ғана түгіл, олардың башқа елдерден де бар. Аңлағыз, башқа елде де біздің миллет кішілері бик көп. То есть международный аңлатасым келе. Социальные сетиларға, и знаете, басым ясым әйтірге можно. Неше келенергесің аны? Мен мәселен өзім алашақмын пользотека. Мен білем, что я Инстаграм веду, но мен аны әлі тиешінше дұрыс дәрежеде алып бармайм. Уровень еще не тот. Вот обратите внимание на нашу пользотеку. Анда бик көп яхшы обучениялар бар. И смотрите, компания до такой степени умно все придумала, вроде у бізге обучение да бере. Потому что еткені болды сатап етулан, но ведь аны пиви өзі бізге. Яны пивилары бик яхшы. Обратите внимание на пользотеку.
Саған бір сөз генә айтайын, қыздар, смотрите, біз бик жеңіл генә хотим квалификациялан, бик жеңіл генә хотим доход әйбет, үз ісімізді эшләмичә, например, шулық. Инстаграмда мен отыра алмаймын. Білмеймін мен. Яздыра алмаймын мен сторисін. Білмеймін мен прямой эфирға шығырға. Но сен білерге тілейсіңмісің? Сен хочешь квалификацию? Квалификацию я хочу, но эфирға шығасы келмей. Бармаққа соқмайшы, өз істімізді эшләмичә, әсірек кенә вкладывать етмейші, это и финансово буларга может, әйбет вложение, и временем буларга может вложиться, әйбет шушы эшебезгә. Без менә просто за раз-два хотим звезду, за раз-два хотим ДС. Алай була алмый. Беркемдә үзенең менә барышындылар, то есть куйгыз берничә елга. Менә мин за год хочу анда ДС. Пусть булсын. В течение года все, в конце года я хочу ДС. К концу года я хочу ДТ-5. То есть ол буларга может һәрбер кешенең төрле максатлары. Аңлайсызмы? Мен Москвадан тузында сөйлей алмыйм, бир илеп куйым. Здесь все строго, кызлар, монда тикшереп кенә жүрәләр. Вот. Шуннан күрәм, без напрягаться итәсе килми. Ни өчен менә без бар зур предпринимательләр. Менә, например, менә бар беннән үзләренең бизнеслары булдыручылар да, үзләренең бизнеслары булышалар. Үзенең традиционный бизнесы булган һәм башка сферада эшләгән кешеләр ни өчен көне-төне җигерәләр? Ниндидер анда белмим 50-40-65 мең акчаны алыр өчен көне-төне җигерергә кирәк. Без нәрсә өчен түлибез? Без нәрсә өчен җаваплыбыз? Без төннәрен тыныч йоклыйбыз. Без бер нәрсәгә дә вложить итмибез. Без просто даже шулук 40 меңгә оборудование алып кайтып куябызмы без? Ниндидер доставкага түлибезме без? Продавецларга түлибезме без? Без бит бер нәрсә өчен дә түләмибез, понимаете? Бер нәрсә өчен дә не отвечаем, эшебез пошмый. Без просто, допустим, шулук 1000 сумга берәр тренинг анда или анда шул пальцетекадан, например, 4 меңнәр мына күпме тора ул обучение? 4-5 тысячага, например, пальцетекада, пальцетекадан обучение алып, шушы обучение ул безгә вложение в себя. Шушыны дөрес шушы пальцетекадагы, например, обучение алып, шушыны обучаться итеп, дөрес итеп Инстаграмда эшли башлап, бизнесны по-другому строить итү, безгә ул бизнесны үстерү өстендә эшли. Даже, допустим, какой инде пальцетека кызлар, кичә ишенче көн яңа коктейль чыкты. Яңа коктейль ишеп карарга акча җәнләүчеләр дә бар. Аның бизнесында менә дигән уникальный продукт, ул продуктны чыгарту өстендә, составы өстендә, дизайны өстендә, доставка, бер нәрсә эшендә без не заморачиваемся, готовый продукт килеп чыкты, шуны на вкус пробовать итеп карарга, и шуны потом тәмләп с горящими глазами сатырга, товарооборот ясар өчен бер коробка коктейль алып эшергә жәлләп утыручылар бар. Просто вот даже теге бер тиенне чыгарып, дисәбез, инде әйтим бар әле, бер тиен бирмичә, 2 тиен алып, ну что-то такое, короче, без хотим просто стартовый набор алмаска да булсын безнең. Менә даже нте башлыйбыз бит, кешене подписать итә башлыйбыз бит, бизнеска килгәндә бит, стартовый наборга аның акча жәлләй ул 5 меңгә, ничә генә монда бизнес жалко, 5 мең анда бит, энелда эшләп битер өчен стартовый набор алырга кирәк. Понимаете, менә бу уже нищий ум. До такой степени бизнесны обесценивать итү дигән сүз. Бу 5 мең сезгә ничек миллион рәвештә чыгасын кеше аңлап битерми, потому что недопонимаем ценность и возможности этого бизнеса. Менә мен аякка баса Азат көтеп тора, давай минем сөйлисем бөтен сөйләп бетерәсең ди. Хәзер сүзне бирәм Азатка, кызлар, давайте. Молодец, артабыз, или җиде булдык. Пожалуйста, видеоларны включать итик. Сәлам баршагызга. Хәерле көннәр. Барыбызда күрүзгә бик тә шатбыз. Ойнар Дубайдан сезгә бик күп сәлам. Беренчедән, кызлар, монда инде кызлар сөйләде. Мен инде кушып китәм үз фикерләремне. Чынлап та без кичәрезне 3 мастер-класс бирдек. Bir so'nggi gruppa bo'ldi, o'zimizning gruppa. Kirgan edik, biznikilar o'tirib aytdi, "O, aytam, привет, родня", dedim, aytam сразу. Когда мы пришли, сценарий структурасы endi реально вот прямо men kirgachda aytdim, qizlar men yolg'on so'z bermas, biz g'urlanamiz o'zimizning struktura bilan, biz g'urlanamiz o'zimizning menejerlarimiz bilan, chunki biz boshqa gruppalarga da kirib обучение berdik, master-class ko'rsatdik. Но biznikilarga yetmaylar. Вот biznikilarga yetmaylar. Men kisha bir вопрос berdim, aytam, "Ey, narsaga
өзім іштен өлмейді. Нәрсеге бердім айтам, бітінісі мыңа ответні біле. Тігілерге берем, сұрауына бет, алар білмейлер. Просто білмейлер. Но товарооборотлары почему-то бізнікіне қорғанда. Товарооборотларын чептір. Қойбек кішілерінің бізнікіне қорғанда көбірек. Знаний yok, но товарооборотлары көбірек. Понимаете? Нәрсе айтабыз. Кіші без знаний өзінің на хайпе, өзінің күші білән, өзінің өжетлігі білән, шуны товарооборотлар жасайды. Бізде нәрсе бар? Біздің знание бар, қызыл айтканша өжетлік жетмей, өзі біздің жәлләп отырабыз, өзі біздің өзі бізге ауыр болмасын деп, өзі біздің соқлап отырабыз. И шуңа көре жәллейбіз. Понимаете? Біздің бітін нәрсебіз бар. Немножко надо өзі біздің қолға алырға. Мен сізге советую күн сайын нәрсеге ынылға келгені кезде, нәрсеге сізге оқша керек, ішсігізге түшірге. Или біз қорқабыз оқша ішлерге артығырақ, байып кетербіз дейме шында. Или оқшырақ еші башларбыз дейме. Или мотурақ кейіне башларбыз дейме. Или балаларбыз көбірек тәмей бір оқшай башлар ма. Или ял етерге барасы болыр ма. Мен не понимаю, иногда зачем біздікілер қорқа оқша ішлерге. Друзья, дұрыс айтты. Надо запланировать. Например, біздің өзіміздің, біз білеміз уже примерно менің сентябрьда нәрсе была, октябрьда нәрсе была, ноябрьда нәрсе была, декабрьда нәрсе была. Компания біздің бір ел алға қарай, біздің структурызда Шарипова структурасы, біз алға қарайбыз бір ел, біз уже білеміз, біздің нәрсе кетті. Декабрьда не нәрсе. Неше бітеміз. Һәм шушы структуралар үсін үшін, квалификациялар ябылсын үшін нәрсе болар тиеш. Квалификация ябылсын үшін нәрседе бізге болар керек, қайда болар керек? Нәрсе помогает бізге квалификация ябылар, айтыңыз әлі. Вот давайте жауап беріңіз әлі. Обучение и события. События. Вот, событие. Какое событие? Конвенция. Любое. Нет, не любое. Давайте Конвенция вошли в СНХ. Подожди. Ближайшие события. Ближайшие события, Эльмира. Звездный марафон. Ближайшие события, конечно. Ближайшие события. Понимаете, қазір біз күтіп отырамыз, да? Конвенцияға вақыт бар бет әлі, да, кәмен? Итемәлі, бізге уже конвенцияда болыра керек, сіз әрбіріңіз достойный сәхнәдә басып тұрға. Бриллиант, ДТ, звезда квалификацияларында. Надо понять. Не ищем біз на конвенции декабрьда. Не ищем біз конвенцияны қазір объявлять туг уже. Не ищем біз конвенцияны 1 декабрьда объявлять мәдік. Біз ведь можем 1 декабрьда объявлять, но біз план, біздің есть план, чтобы сіз конвенцияда уже сәхнәдә зор квалификацияда тұрсын үшін. Конечно, бітін кіші тұрмасқан мүмкін сәхнәдә. Но кім тұрмай? Әгер өзін жәлләп, алдан ой, меня не получится, ой, я не смогу бриллиант там 8000 пиви закрыть. Деген кішілер, все, алат жып қала. И аларның и звезда болмайшақ, и бриллиант, и ДТ болмайшақ. Просто болмайшақ. Понимаете? Потому что не запланирован. Нельзя. Шушы, сіз квалификация турында хам, объем турында ойлар керек ме? А надо что делать? Действие ойлар керек. Действие, признание турында ойлар керек. Хам финиш, что в конце вы получите? Мне уже айтканым бар сізге. Зачем вы пришли? Что вы получите? Деньги получите в конце. Понимаете? Шушы ақшалар нәрсе поможет сізге, шуның турында ойлар еш. Мұның үшін нәрсе бар. Біздің мұның үшін шушы квалификацияларын ябыр үшін бізге помогает событие. Событие. Понимаете, да? Бізге барбызға шлер керек событияға. 2-3 октября школа звезд событие. Бүгін гіне тұрыр келген кіші, да? Тұрышса, бұл квалификация, звезда квалификацияны может ябырға. Кем бізге? Мен хочу закрыть квалификацию звезда деп айтты. Кімдер бізге ебет? Звезда квалификация ябым деп етшек. Біз есігізді ме? Август айында біз айттық. Кімдер бриллиант ябым заявляет бізге? Кровь из носа біз поможем аларға ябырға деп. Айттық бет? Объявили ведь сіздің структурыңызда да наставникларыз? Объявили. Отвечали за свои слова? Отвечали. Яптық бет кровь из носа? Яптық. Біреуге да айтмадық. Кімдердер yapmadı? Ой.
сами виноваты, потому что они не хотели. А без кімнерге тілебіз. Мұндақ шындай бір. Қазір башлыбыз флешмоб на 2-3 октября закрывать квалификацию звезда. Шушылар группа арасында кімдердің реально звезда ябасы келе, пожалуйста, заявляйте өздеріңіздің наставникларыңызға. Қазір шушынан соң заявляйте. И шушы кішілер білән біз точечно шли башлыбыз, сразу выходим на связь, шли башлыбыз. Что делать, какие шаги, на что будем работать, какие инструменты будем использовать. А бізге звезда квалификациясын ябу үшін нендей инструмент бар? Бар 9 октября Петр Чубаров. Правильно? Петр Чубаров. Нәрсе деген сөз. Команда звезда нәрсе деген сөз. 200 пивидан 10 кіші деген сөз. Звезда шла бет? Сіздің ұжығыздың қой бір арасында командағыз бар. Бүгін күндегі новичок может ма? Әлі біздің 11 күн вақыт бар. 10 кіші подписать етуге? Может. 5 кіші подписать етуге может ма? 5 кіші? Может. Аның 5 кішісі әр бірісі 1 кіші может ма подписать етуге? Подписать етуге может. Групповой же это. Это же не означает, что меня 10 кіші не яздырға. Мен могу 5 кіші не яздырға. А ол 5 кіші әр бірісі 1 кіші подписать етуге. Һәм мен алардың аяқырына шығарашақпын 200 пивиға, потому что мен объясняю ясым промо Петр Чубаровның обучениесына. А сіз білесіз, Петр Чубаров – это легенда НЛ. Это легенда сетевиков. Легенда. А сіз білесің обучениесіне кәш, нешек мұнда моз екінші түрлі ішлей башлайды. Тыңласалар. Тыңлап отырға бола. Но и китапны да оқырға бола. Если не понять суть китаптағы іштелітін, если не понять, просто так оқып шығайым әлі. Оқу тезлігіне, давай. И іштелігін селе алмайсың екен, то бесполезно китапны оқысаң да, хоть 5 китап оқы. Хоть 10 кітап оқып шыға, evet. Инструмент. Біз кішілер өзілен кіребізге на 200 пивишлер на 9 октября. 10 кіші білен. Что закрываем? На 2-3 попадаем на школа звезд. На школа звезд. Мен вообще өзім. Менің үшін 200 пиви. Это, как сказать, мен мұнда келдім бизнесқа. Мен бизнесқа келдім, да, что свобода артына. Мен хочу вот менің ұлымның, қызымның, нәйбірін бүтін все болды. Мен хочу, чтобы әтінің мотор қартлығы болды, әбенің мотор қартлығы болды. Понимаете, у меня есть цель. Мен зачем келгенімді мен білем просто. Конкретно мен білем нәрсеге келдім четкий план. А сіздің қой біреулеріңіз білмей нәрсеге келгеніңіз не? И это сіз отырта бір орында нәрсеге келдіңіз. Вот это надо сізге yazырға реал нәрсеге келдіңіз. Сізге не надо думать объем турында, надо думать әйткенше финиш турында. Финиш. Мен минимум, мен новичок келе екен, бүгін мында новичокларда бардыр, әбет. Мен біреуінде жәлемеймін. Потому что сіз ақша ішлерге келдіңіз. Основной ішігізді өзіңіздің жәлегіз. 10 сағат бойы іште басып тұрғаныңызны, и директор қашында деп дейіп тұрғаны, вот это надо жәлерге. А мұнда не надо жәлерге. Тегінде ішігізді рәхат болса, әйбет тиешінші ақша алсағыз, сіз бірігізді мұнда келмейсіз. Шулай бет? Шулай. Сіз бит көбірек наборт ақша ішлер үшін келесіз. Сіз свободный болыр үшін ақша ішлерге келесіз. Һәм бит сіз мұнда қой бір кіші қора экран білән отыра, сіз бит директорыңыз қошына барып майтыр отырмайсыз. Мені көрмәселер ярар еді. Понимаете? 20 зарплатаға, 25-30 зарплатаға майтыр отырмайсыз бит. А мен сізге ха предлагаю звезда квалификацияны ябып, или 60 зарплатаға шығырға. А қой біреулер мен отырам, навайттырып. Бик дұрыс айтасың, Азат. Бик дұрыс айтасың, Азат, рахмет. Мен или 60 зарплата предлагаю, который сіздің ішігіздің қойдадыр кредитіңізді ябашақ, башқа проблемаңыздан шеше тұрған, балаларыңыздан шеше тұрған, әсімен закрывайте глаза. Понимаете? Директорыңызға барып, навайттыр отырмайсыз біргізді. Отырып қына қарағыз. Сразу 20 зарплатасы қолашақсыз деген сөз. Даже онсыз. Понимаете? Надо біздің бизнесқа, надо быть открытым. Может, кімдердің причинасы бардыр. Мен бұл айтам. Келешекте просто вот сіздің башқызға кіртірі керек қой бірін. Это серьезный бизнес, серьезное отношение.
Эми билем до такой степени нинди серьезный бизнес экенин. Біз бүгінгі күнде Дубайда қойсағыздың организациясы, директорларымыз бүтінігізін жиып Дубайға или Тікеге даже, ладно, хер с ним, біраз санаторий алып кеткені бар. Қойсағыздың ішігізден, мектептен ме, заводтан ма, кибеттен ме, где? Қойда? Боже, там серьезнее, а это же не серьезный. Где? Юг, понимаете? Юг. Потому что сіз анда ішлейсіз, өзіңіз үшін түгіл, кімдір үшін. Кіші үшін ішлейсіз. Кішінің қиялы үшін ішлейсіз. Өзіңіздің қиялығыз үшін ішлемейсіз сіз анда. Кіші қиялы үшін ішлейсіз, понимаете? Анады ішлерге өз қиялың үшін. Мен теге қазір оптым эфир біткештін барыңызда ішіңізге барып заявление yazығыз демеймін. Не надо заявление yazырға. Надо просто правильно приоритет қойырға. Ішіңіздің ашыларға керек ме? Не надо жалеть вақытығызын дұрысты бүлдірге деп керек деп айтам. Вот инструмент. Звезда квалификации нашей сөз. Даже когда 200 пивотра, ябығыз мастер квалификациясы. Знаете почему? Біріншіден сіз чек алашақсыз. Чек алашақсыз. Біріншіден сіз бір орында отырмайшақсыз. Сіз көбірек обучение кірешексіз. Сіз екіншіден кірешексіз өзіңіздің лидерларыңыздың ключевой чатына под контроль олнашақсыз. Үшіншіден, сіз мастер квалификацияны ябып, сіз бітіне кімдір шақырған, сіз біт кімдір командасында, сіз наставнигіңіз звезда квалификацияны ябып, барашақ 2-3 октябрьда обучениеға. Сіздің наставнигіңіз бара обучениеға. Сіздің наставнигіңіз бармас обучениеға. Кім білімсіз қала? Кім инструментсіз қала? Кто вам будет передавать знания? Понимаете? Знаете, вот біз наилевно барсын үшін бір әжіге, біз, білесің вот реально кровь из носу, что был курсын ішінен, чтобы признали біздің наставникны, курсына біздің наставникны. Бүтін жерде. Дубайда мен прямо шығғанда бүтін шыққышына наилевно пром ясым. Реально ясым. Кеше әйттілер даже. Дмитрий Зин айтты. Мен де вообще де әйбір офигел дейін, ярсы яшам. Офигел. Азат шықты да, айтады. У меня вышестоящая наша звезда Наилевна, Алексей Викторович, промо. А башқалар бірсіде промо ясамайлар. Сіздің соңғы тапып қайшан промо ясағаныңыз бар, өзіңіздің наставнигісі. Қайшан? Есіңізге әртшірігіз? Қайшан промо ясағаныңыз бар? И білесің ме, Наилевна көтерілі екен, Наилевна промо бұла екен, демек біздің структур көтерілі деген сөз. Сіздің наставнигізге промо бұла екен, демек сіздің структурасы көтерілі деген сөз. Потому что сіздің қар бір келген кішігіз, шушы наставник қадірімілі башлайшы. Бізде просто наставник түгіл. Это ваш инструмент. Это ваша структура. Это ваше лицо. Ваш наставник, ваше лицо. Это ваше будущее. Ваше будущее наставник. Понимаете? Шуно құраға не ішебіз? Құлға алабыз өзімізні. Жәлілерін тұқтатабыз. Көрдіңіз, уже барабанларда суға башладылар. Вот давайте еще бір ударына беріңіздер. Пожалуйста, сүндіріңіз әлі аңлайм ішігіз көп екенін. Сүндірсек де бәтірәп бұлар. Так, өзім сүндірем. Понимаете? Нәрсе әшілер әкет бізі. Өзе біздің қолға алабыз. Нәрсеге келгеніне біздің еске түшірәбіз. И все шли біз. Біздің яңа продуктлар шықты. Яңа инструментлар. Бар нәрсе бар. Наставникларымыз бар. Қазір заявите. Өзіңіздің, что хотите. Кім школа президентқа шки, кім нәрсеге шли. 200 PV это не результат түгіл деп айтам. Ояқырында келгенске можно 200 PV. Минимум 500 PV. Вот это результат. 20 зарплата с подарочным. Кімге помогает, вот новичоклар бүгін келген,
Кімге помешает 500 PV, һәм 20 мың ақша. Никому не помешает. Никому. Менің боковой структурада почти бітінісі 500 PV ясы. Потому что 20 мың зарплата алар шунаңна. 200 PV нешік штар екен мен үйреттім. Обучение бар, арзан сұрағыз. 200 PV. Это жейлі бір шырағында 5 күнлік шлеп әлі. Күнге бір тапқыр. Звонок білен. 500 PV. 600 PV как делаем? 200 PV как сделали, так же делаем. Это то же самое предлагайте. Выявляйте окружение, кім нәрсе білен ауыртта. Все. Қарап шығыз менің обучение. Кімдер қатырлай менің обучение. Гүлсам алейкум білен. Там четко, конкретно ішленген бір нәрсе. Не надо вот өзіңізді энергиясына просто керек мәңге тратить отырға бет. Менің өсешім жоқ, мен нәрсе жоқ деп бет. Надо наоборот стремиться. Келесі жылға биыл біз өзіміздің командадан 23 менеджер білен келдік. Бриллианттан. Біздің цель осы білен командамызда 100 бриллиант үстіру. Или сіз боласыз, или башқа кіші бола. Менің боласызым келеді шыққан ішлейшексіз 2-3 октября школа звезд. А конвенцияда шығашақсыз сәхнеге. Бриллиант квалификациясында. А февраль, декабрь, январда ябабызды квалификациясын миллион на мечту галягашыз. Че, невозможно, что ли? Возможно. Мы отвечаем за свои слова. Вот и все. Келештік ме? Нәрсеге шлешені. 2-3 ғашибіз. Біздің есть инструмент 9 октября. Подписываем, продаем, продажын арттырамыз. Көкке қорап, Аллах тағаладан сұрап, детокс ядроны саталымын деп отырға керек мен. Аллах тағала жолын көрсетті. Мына бұл зум юққана келіп шықмаған, Аллах тағала жіберген зум. Мына бұл встреча просто так түгіл. Наставник арзымында келу просто так түгіл. Бір нәрседе просто так кіна дүнияға келгене бір түгіл. Кіші де дүнияға просто так келмейді. Нендейдер миссия өтерге келеді. Но миссияны нешік яшайбыз өзімізден тұра. Алайса бізде бір қызғай бір. Меңа Құдай язмағандыр енді. Меңа Құдай бермегендір енді. Меңа Құдай қушмағандыр енді. Bütün нәрсеге Аллах тағала виноват. Сами не виноваты. Понимаете? Барызына бір қатты уважаю. Құрмет етем, шуңа көре эмоциональный силим. Прямо шуңа көре, міне, сібетін ең күшлі структуралардың бірсі. Ең күшлі структуралардың бірсі. Понимаете? Мында бұлар деш, яңа звездалар, яңа квалификациялар, яңа результатлар, яңа кейслар. Кейғыз бар екен, сделайте яңадан кейс өзіңізді. Яңа кейс ішләгіз. Келештік? Аңладығыз ма? Давайте чатқа yazығыз. Кімдер на какой квалификацию шли? Қарим әлі. Просто менде контроль қалашам. Меңа керек. Кім заявляет? Кім заявляет 500 PV личный объем? Кім заявляет звезда? 2-3. Бар ма анда кіші? Или yazışlar ма? Молодец, Лейсян, вот молодец. 200 PV, Лейсян. Сена довести до 400-500 PV. Сен получит двойную зарплату. Или 500 PV, 60 PV, он кембар. Вот он кенда 300 PV. Как делается он кенда? День 30 PV. Все. И подписать 5 человек. 5 человек подписать. Или на проект пригласить. Стартовый набор, блин. Правильное питание, надо больше хайбергемет. Все. Мастер. Қызлар, вот заявите шуна прямо наставникларыңызға, на какой квалификацию работает. Сіз минимум должны подтвердить өзіңіздің квалификациясын. Минимум. У нас должен быть. Вот, Эльза, давай, молодец. И әрбіріңіздің бар подписанный структурасына кімдерді әрбір кішілен сешеке, әрбіріңіз білін. Мен жәлләмейм бір өнеді. Жәлләмей шәкмін.
бір қашында желемейшекпін. Потому что біз тәқдим етеміз. Біз предлагаем возможность. Нешек мен могу кішін желілерге возможность предлагать кенде. Это вообще бошқа сыймаслығы бір. Бошқа тәгді мектепке балалар мектепке барады, юқчы желілер бұтыра. Ярар енді дәрсін қазірлемейін. Отвечай тамысың ма? Ярар. Жайкін оқымады мектеп? Ярар. И какой будет результат? Бала 0 білімлі болашақ. 0. Неше балаларыңызны оқы деп тұрасыз. Неше жәлләгәштен бар оқы қызым, барып та тұрмасан бұл бар жықпай жат. Бар. Неше әйтмейсіз? Әйттігіз. Потому что знаете, что бала білімсіз қалса. Это университетларға нерде оқи алмайшақ дегенсіз. Китап оқи алмайшақ дегенсіз. Қоша ала білмейшақ дегенсіз. Олан тұрмышында керек. Вот все. Мында сразу ДТП явауыз деген. О, стағафирулла. Бітті баш. Гүлісан молодцы. Это хорошо. А что нет-то? Нәрсе мында ғапқади қызлар ябала ДТП. Сіз чем хуже? Чем хуже? У нас рынка больше. Қызлар. Бір тәқдим еткен кішіге яңадан тәқдим еткен сатқан кішіге тағын сатығыз. Кішіні етіп отырға. Ага, молодцы. Әйдіңіз, 500 пиви. Пока 347, да. Вот молодцы. Гүлназ, сіз мастер квалификациясында ябалсыз. 347 пивиғыз бар. 500 пивиға тұтырып, плюс подписка, например, да, 3 кіші. Все, сіздің. Яптығыз мастер квалификациясын. Айдар, әйдіңіз, ага. Заявите, ладно? Давайте покалар. Обратный отзыв языңыз чатларда. Келіштік? Ашуламағыз, где-то қоттырақ болған болсам, ашуламағыз. Бұл әйткендерім барсынасы, чтобы сізге пользыға болсын үшін. Келіштік? Давайте сен саулар. Только вперед, қашыға біз. Мұна мұны шәп болды бұл. Күндіз болуы, мұна мұның әйбет болды. Алайса кешпілерін іштейбіз де, жатып жықтылар, тынышлап. Мен замотивированы, мен қазір ябашақмын, анда квалификация яталар да, ятып жықтылар да, жықлап кетелер да, все, астағафирулла, все, иртәбіләңе уже, все, түнне яу бітірдім бұғай деп тұралар. Тынышланып, успокаивались. Міне бұлай керек, түшкіне болған екен деп әйе. Өнімме бұл түшінме деп отыралар да, тік өнім болса да, түш бұғай бұл деп қоялар. Все. Қазір сізге наставник 2 сөз айтты. Сау болыңыз. Мен де сау болыңыз. Қыздар, смотрите, нәрсе айтасы келе. Бітін айтасы сөздер айтылды, әйбет, қазіргісі моментта, мені сіздің кеше объявить еттік біз коктейлер турында. Коктейлер турында көп кіші ол розыгрышны алды, все, мен мұны ішлем, и өзінің структурасына еще жіберді. Кімдердір, өзілері де коктейлін алып алмаған кіші, ақ жерлеген кіші командасында итменекер алмайындағын. Қая заказы болсын, ол әлі ол шыққан коктейлінің. Шушу, міне бұл башта отырған возражение білен, сіз ішлі алмайсыз, и опять-таки шушы инструментіні қабыл етмәдігіз. Шулық драйинфекттар білен. Міне мен жюри қарап бардым да бұлайында, өзімнің лидерлерінің мен группа ойларын қарап барам бетіне, бүгін бұлай болған, плюс 500 болғаның бұлай болған. То есть мен кінде текшеріп барам. Өзімнің бірнеше крупный награларына ебет, мен сіздің структурығызны. Реально, қайсы группаның наставнигі біз әйткен инструментін қабыл ете. Например, шулық драйинфект біде, қызлар, давайте качайте драйинфектны дегеніне. Кімнің наставнигі аны қабыл етті, өз структурасына жіберді, ол структура товара барып, міне момент көтерілді. Мен аны білем кімдер екен, әйбет. Әкімдер, бітсәбітәйін дейрар, менекілер бәрі запас алып қоймейінді, менің мәранда икауиятта шуны сатырмын, латны дейді, драйинфексті бұлыр әлі. Мен әкімдер шулай бұлайға қарады, аларының товара барып так істайыз. Әкімдер, бұл нәрсені аңлада, бұл сіздің бүгін ертеге берілеші товара барып түгіл, бұл азанчайды сіздің запас продуктығыз болмай, сіздің клиентығыз, сізден драйинфект сұрағында сізді драйинфект болмай, башқа структурда драйинфект болашақ, ол бадан алып барашақ, тем самым сіз бүгін драйинфект заказығызыңа түгіл, GDP-ға түгіл, сіз өзіңіздің клиентығызды юғалттығыз деген. Потому что заны направили ваша кіші өзіңіз добровольно. Плюс запасыңыз болмады бит. Шуннан соң мына бұл коктейлерға келгенде өзіңіз ішіп қарамыз, сізден тәмлеп,
бұл не тәмлі деп көрсете алмайсыз. Да, сіз аны қойдыңыз, новинка фәлән дегенде, ләкин сіз аны алып қайтып ясап ішіп қарамайсыз, һәм чем отличается мен бүгін Ирландия флешмоб микс чатта. Пока многие это не купили, меня кімдер меня отмечать етті, опять-таки лидерлердің башына, қыздар, давайте өзімізден башлайық. Коктейльні. Әгер де сіздің егізден новинка коктейлі қойған, ал ішеміз обычный коктейль, баночный бола ма, коробка бола ма, һәм шында оқ етіп қоясыз іштігіз, нәрсе үшін ішкенігіздің 5 пунктына язасыз коктейлісіз нәрсе үшін ішесіз әйбет, һәм тем самым айтабыз новинка турында. Қазіргі моментта ішкен коктейлер білен, новинка коктейлер чем отличаются иксіз білен генә. Это самое понятное. Понимаете? Самый выгодный қазір сіз білесіз, бұл коктейльні нешік иттеріп тәмлеп айтып турында. Қызлар, көптен күтілген коктейль сатуға шықты. Бұл коктейль низкоуглеводный, то есть для похудения. Тігісі для похудения тугель иде, это просто сбалансированное питание, да, помогает, если ты будешь заменять еду. А монасы именно для похудения. То есть, когда ты прям реально коктейль шешексың екен, анда низкоуглеводный сахар юг. Понимаете, это очень-очень выгодно қазіргі моментта, тем более я бұл проектларын башап жібергенде міне шу коктейль, потому что бір көп кіші проектқа кірмешегіне рахат әндір бағасылары келе. Шуңа көрі, давайте қызлар, инструментлар бик көп болды. Шыннан да шушы инструментлардың бірісінде алынайбыз самомотивация деген әйбіріне не выключаем, потому что һәр бір ішігіздің башында ол сіздің внутренний мотивация тұра. Әгер сіздің қойған мақсатыңыз, целіңіз, өзіңіз етмейкен, сіз шеттен, сіз тұранның мотивация күтіп отырмағыз. Менде ол мотивация көп. Наставникларда көп, сіздің наставникларыңызда көп, меңа надо, меңа бұл бизнес керек, әйбет, ләкин мен өзімнің флешканың башынан алып тығып, сіздің башыңызға тығып қоя алмайм. Һәр бір кішінің внутренний мотивация деген нәрсе болуға тиеш, әйбет, қамтыға ялқау бәдірі білен, ялқау бәдіріні татырған сіздің внутренний я өзіңізден тұра. Или сіз ялқау бәдіріні тыңлайсыз ма, или ұста бәдіріні тыңлайсыз ма. Бітінігіздің өзіңіздің принятый решение һәм тырышлығыз или ялқаулығыздан шыға. Компания бөтен нәрсені бере. Менә деген продуктыда, менә деген наставниклар, обучениялар, все, шикарный маркетинг план, бітінісі бар. Мұнда тұрып екі елін аласыз. Или ұста бәдірі білен кетесіз, или ялқау бәдірі білен отырып қаласыз. Шиттен не іздеп отыра керек түгіл. Почему у меня не получается? Потому что, наверное, вот так түгіл, бітінісі менә мұндан зависит. Мұндан шыға. Шуңа көрем. Әйдәгіз, флешмоб обученияларға обязательно бірінде обучениеда қалдырмасқа, продуктовый динерні көбігіз кірмей. Қызлар продуктовый динер, сізге товароборот жасарға міне деген внутренний структурный бола тұрған нәрселер, которые әлі міне бұл структураларда андай бір жоқ екен, кстати, продуктовый зона деген әйбірлер. Шуңа көрі, біздің структураның болған обученияларын обесценивать итмеске ой тұрдырдың болзыңлар түгіл, Аллаға шүкір яры әлі бізде міне мұндай обучениялар бар, міне мұндай инструментлар бар деп қуанып ішлерге. Всем пока, давайте, қызлар, ұзаққа кетті, нормально все. Болды ма? Всем пока, қызлар, давайте, всем